Құдай қаласа бізде мына периметрді қоршау басталды. Алдында айтқан бағаларды айтам деп. Ал енді мынау бізде балка ретінде қолданған мына ағаш 6 метрлік. 6 метрді мен 2,5 мың теңгеден алдым. 6 метр 2,5 болады. Мына рейкалар 3 метрліктер. Бұлардың бір бубада мынадай 12 штук болады. 3-4. 3-4 размері. Бұны мен 4 мың теңгеден алдым. 12 штугын мынандай 3 метрліктен. Мынау енді 4-9 мынаның размері. Бағаларды естеріңізге сақтап алыңыздар, керек болып қалады. Мынау железный лист. Енді бюджетный вариант болғаннан біз ең арзанын алдық. 3 мың теңгеден деп тұрды. 2800 теңгеден алдық листін. Бір лист 6 метр. Біз бұны қазір 6 метрді өздеріне сол жерден кестіріп алдық 1,5 метрден. Одан кейін мынандай шуруптар алып келдік. Басы бар, неге қаңылтыраны. Бұны біз 600 теңгеден деп тұрды, 500 теңгеден алдық коробкасын. Үлкенде бар, керек болып қалады. Бұл да 600 теңге, 500 теңгеден алдық. Мынандай қолға аккумулятормен істейтін не алдым, шуруповерт. Бұны мен 15 мыңға берді. 2 аккумулятормен, мынау проверенный, жағдай жақсы деп. Міне осындай жұмыстар жүріп жатыр. Енді өздеріңіз жайлап есептей берсеңіздер болады осыдан кейін. Ең оптимальный вариант осы әзірге. Негізі 2 метр қылғым келген. Інімнің айтуы бойынша 1,5 метрде жетеді, кейін жаймен көрерсін деп. Жеріміз кішкене еңістеу, көрсетші бер, оператор. Жеріміз еңістеу, кішкене сол себепті мынандай вална қылып істеуге тура келіп жатыр. Мынандай қылып. Ең бастысы бізде жұмыс басталды. Рет-ретімен салып отырамыз, хабарлап отырамыз бағалармен. Аман сау болыңыздар. Рахмет.